Мырза өзінің көлігін алды, айдап келді. Көлігін алғаннан кейін әлі көрген жоқсыз. Сіздердің көзін жұқтыртып, сол көлігімен вручать етеді. Ұсынайық дегенбіз. Сәбит мырза көлікті бұл кісіге Lexus автосалонынан рәсімдедік. Машинасы сонда тұрды. Бірақ аты қалай? Jack S3 машинасын алды. Өте жақсы машина. Мен бұл кісі моторын қосқан уақытта ойларым, отап тұр ма жоқ па? Дыбысы жоқ машинасында. 2018 жылғы жаңа машина, кілтіңіз өзіңізші. Міне кілті. Салоннан сөйтіп ауылға мінгізіп жібергенмін, содан кейін көріп тұрғам. Сіздердің көзіңіздерінше аман сау көріп тағы құттықтап қояйын. Өзіңіздің неңізбен бөлісіңіз? Менде алдында ЗАЗ деген машина болған, Forza ЗАЗ. Соны саттым да, 200 мың теңге тіркелу жарнасын салдым. Келісімшартқа отырды да, қалған ақшасы үстіндегі оны 1.250 мыңға саттым да, 200 мың теңге тіркелу жарнасына салдым. Сосын 4 миллион бағдарламаға тіркелген тұғым. 4 миллионның 20% 800 мыңды бірден салдым. Сосын 5 ай 80 мыңнан салып болдым. Яғни первоначальный взнос 800 мың бар, 400 мың теңге жинақтаған бір 1 200 мың теңге тұрды. Кейін сол келгеннен Темірбек аға келіп, 6 айда көлігімді іздедім, құжаттарын дайындап, сол 6 айдың аяғында алдым, Аллаға шүкір. Енді 2018 жылға бір адам айдаған, мен екінші адамның, Аллаға шүкір енді кроссовер үлкен биік. Есің алдында тұр ба? Есің алдында тұр ба? Мына жерге келіп. Есің алдында емес, көз тимейді, міне бар. 3 миллион 920 мыңға түсті маған. 4 миллион 200 мың деп тұрған. 4 миллион 200 мың деп тұрған. Lexus салонға біреу өзінің машинасын первоначальный взноска салғанда, Lexus машинасын алып кеткен. 4 миллион 200 мың деп тұрген. Сосын барып айттым, маған түсіріңіз, мен көп балалы әкемін, 9 балам бар деп айттым. Сонымен маған 4 миллионға деген. Кейін тағы да айтып, сонымен Lexus салон 3 миллион 920 мың, одан артық түспейміз. Салонды сындырып кеткен. Әр нәрсе өзінің орнымен болады. Аллах нәсіп қылса, 9 баламға түсі дегенді машина. Алғаныңыз сода бұл машинаның? Иә. Машинаның бағдарламасы бойынша салоннан алсаңыз болады, салонда тұрған жүрген машина алсаңыз болады, немесе біреудің айдап жүрген машинасында алсаңыз болады. Бірақ жылы 2010-нан жоғары болу керек. Жылы 2010-нан жоғары болу керек? Машинаның жылы 2010-нан жоғары. Жаңа бар болып деген сөз. Мен осы Ұздағашта тұрам, Сәтбаев көшесінде, анау Қарсақбаев мектебі жанында. Құдайға шүкір алдық. Автокөлігімді атыма аударып бердім, оны сөйтіп паспортын алдым, нөмірін алып салдым, енді Құдай қаласа піссімелі деп бөліп тастады, айнаға соны қайтарам алар дейміз. Процент бар ма? Әлхамдулилля жоқ. Мен процент болса аға. Жоламас тәйір ғой, бұл кісі. Үйге договорыңыз бар ма? Үйге тағы бір договорымыз бар баспанаға. Өзіміздің баспанамыз бар, бірақ енді кейін сол баспананың кезегі келгенде ана үйімізді сатып қосып үлкен үй алсақ деп отырмыз. Енді қазір сол бала-шағамен 3 бөлмелі тұрып жатырмыз, енді үйіміз болады енді. Бірақ болашақ сол әлі мерзімі жеткен жоқ үйдің. Әуелі алда енді. Дұрыс. Бауырым, мен сұрақ қойайын? Жоқ, бір баспана бар. Бауырым, сіз молласыз ба, дін жағынан қаларыңыз ба? Сонда мынау кредит алған қына дейді, тол дейді, бұл дейді, соны қалай? Бізден алатын рассрочка. Дін жағынан. Дұрыс. Енді пайызды бәріміз білеміз, арам екендігін. Егер бұл жерде сәл-пәл болса да пайыз болғанда мен алыс болар едім бұл жерде. Маған бір ағамыз айтты, осындай ройдар. Мен сразу басынан айттым, олай мүмкін емес. Өйткені мен сондай ұстаныммен мүмкін емес деген. Солда айтты, сен бірінші көр деп. Сосын маған ақпарат берді, мен тексердім, зеттім, риза болдым. Шынымен де шариғатқа сай болғанына риза болдым да, пайыздың болмағанына. Сосын айттым, осылай тіркелсем, онда тіркелейін деп, баспанаға тіркелген тұғым. Кейін енді Алла нәсіп етті, автокөлікке тіркелдім енді. 6 ай күттім енді, 6 ай мен сабыр қылдық, оңай емес. Машинамен жүрген адам 6 ай қыс
кезінде бәрібір көп айдамаймыз, мен қыстың уақытында сатқан тұғымыз. Мен Құдайға шүкір айтамын, альхамдулилля. Міне елдің алдында еңсем көтеріп жүретіндей көлігімді алып берді. Аллахқа шүкір. Енді бала шағаның бәрі сияды. Жеті орындық деп аламыз дегенбіз. Жеті орындықты келтіре алмадым. Ол кішкене қымбаттауға тіркелу керек екен. Бірақ Аллаға шүкір, бір қатар, екінші қатар артынандай қолмен ашты да, соған 9 балам сияды. Спецтехника да var. Bizde spецтехника да var. Келесі де автобусты алады бұл кісі. Сұрақтарыңыз бар ма?